Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ана тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаштар, заттың қимылын білдіретін сөздер. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің, сюжетті суреттің мазмұны бойынша сұрақ қою, сұраққа жауап беру, заттың атын, қимыл әрекетін білдіретін сөздерді ажырату. Сабағымызды бастамас бұрын балалар жайғасып отырып еркін тыныс алайық. Ғажайып бақ, жасыл желек жамылған ағаштар, құйқылжыта сайраған құстар, сылдыра баққан өзен, жайқалып шөптер, гүлдер өсіп тұр. Гүлдердің иісі аңқиды, жеміс жидектер піскен, жақсы піскендері жерге топ-топ етіп түсіп жатыр. Көбелектер гүлден гүлге ұшып қонып жүр. Гүлдерді піскен таза ауаны жұтып, беттеріңді желдің өтіне ұстап, бақтағы дыбыстарды тыңдаймыз. Орман іші қандай тамаша, керемет. Ал оқушылар, көз алдыларыңа не елестеттіңдер? Тамаша, жарайсыңдар. Олай болса, жұмбақ шешіп көрейік. Бұл ағаш өссе далада, жаңбыр да болар саяда. Ал оқушылар, бұл қандай ағаштың түрі екен? Дұрыс айтасыңдар, бұл емен ағаш екен. Діні жұмсақ болса да, тіп-тік шырқап өседі. Осы ағашпен ауланы көгалдандырар көшені. Дұрыс айтасыңдар, терек екен. Көкке қарап наздана, қолын созар күнімен. Күз, қыс, көктем, жазда өзгермес бір түрінен. Бұл қандай ағаштың түрі екен? Дұрыс айтасыңдар, шырша ағаш екен. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаштар. Ағаштар мәтінін түсініп оқып, мазмұнын айтып көрейік. Ағаштардың ауа тазартудан басқа да пайдасы өте көп. Олар көптеген құстар мен жәндіктерге қорек береді. Аң құстарды ыстық күннен, қатты желден, жауыннан қорғайды. Олардың түбінде саңырауқұлақтар өседі. Кейбір ағаштар суықтан қорықпайды. Қысы жазы жасыл қалпында сақталады. Сондай ағаштың бірі шырша. Ағаштардың көп өскен жерін орманды алқап дейді. Олар жер бетінің көп бөлігін алып жатыр. Ал балалар, мәтінді тыңдадық. Олай болса, ағаштардың қандай пайдасы бар екен? Айтып көрейікші? Дұрыс айтасыңдар. Ағаштардың пайдасы өте көп екен, я? Аң құстарды ыстық күннен қорғайды екен, қатты желден, жауыннан қорғайды екен, және ауаны тазартады екен, я? Жалпы ағаштардың пайдасы өте зор екен. Ал енді балалар, шырша қандай ағаш екен? Шырша ол қысы жазы, жылдың 4 мезгілінде де жасыл түсте болады екен, е? Шырша ағашы. Олай болса, балалар, дәптерімізді ашайық. Кие, жидек сөздерін әдемілеп, көркем жазайық. Тамаша, балалар. Енді оқулығымыздың екінші жаттығуына назар аударып көрейік. Сөйлемдерді көшіріп жазып, заттың қимылын білдіретін сөздерге сұрақ қойып көрейік. Ал балалар, бірінші сөйлем қайың тез өседі. Осында заттың қимылын білдіріп тұрған сөз қай сөз екен? Әрине, өседі. Қане сұрақ қойып көрейікші? Қайың не істейді? Өседі. Одан үй жиһаздарын жасайды. Сұрақ қойып көрейік заттың қимылын білдіретін сөздерге. Не істейді? Жасайды. Әрине, дұрыс айтасыңдар. Қабығынан дәрі дайындайды. Не істейді? Дайындайды. Тамаша, бұл сөздер заттың қимылын білдіретін сөздер екен. Олай болса, келесі үшінші жаттығуға назар аударайық.
Үшінші жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, шыққан сөздер туралы білетінімізді айтып көрейік. Ал балалар, қандай ағаштың түрлері екен? Дұрыс айтасыңдар. Шырша, қарағай, емен, қайың ағаштары екен. Олай болса, шырша ағашы қарағай тұқымдасына жататын, биіктігі 30-50 метр, баяу өсетін қылқан жапырақты ағаш. Мәңгі жасыл өсімдік болғанымен, 6-12 жыл аралығында қылқандарын кезекпен түсіріп, жаңарып отырады екен. Шыршаны ауа тазартатын ерекше қасиетіне қарай аурухана, шипажайлардың маңына көптеп еккен. Шыршадан жасалған музыкалық аспаптардың дауысы керемет болады екен. Шыршаның барлық түрі күн көзін жақсы көреді. Шырша көптеген елдерде жаңа жыл ағашы ретінде танымал. Келесі ағашымыздың түрі қарағай. Қарағай мәңгі жасыл қылқан жапырақты ағаш. Қарағай тез өсетін қылқан жапырақтылардың бірі. 500-600 жылға дейін өмір сүреді екен. Қарағайдың ағашы мықтылығымен және қаттылығымен ерекшеленеді. Қарағайдың бүршіктері эфир майы мен шайыры бронхит, өкпе ауруларына қарсы пайдаланылады екен. Бүршіктерін сәндік үшін теріп алып, қолөнер бұйымдарына қолданып жатады екен. Келесі ағаш емен. Емен өте мықты, биік болып өсетін ағаш екен. Емен баяу өседі, жарық сүйгіш ағаш. 15-60 жылда жеміс бере бастайды. Емен діні жуан, әрі мықты, биік болып өседі. Еменнің діні мықты болғандықтан, әдемі де қымбат есіктер мен едендер осы емен ағашынан жасалынады екен. Құрылыста да жиі пайдаланады екенбіз. Келесі қайың ағашы. Қайың сымбатты ағаш, биік бойлап өседі. Оның ағашынан әшекейлі әсем жиһаз, қобдиша және әртүрлі безендіру заттарын жасайды. Қайың орманның басқа ағаштары өсе алмайтын жерлерде де тез өсіп өнеді екен. Тамаша балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, алма ағашымен егер мен сабақты жақсы, бүгін мен бәрін жақсы түсініп үйрендім десеңдер, онда алма ағашына қызыл алманы іле қойыңдар. Ал егер маған сабақ ұнады десеңдер, онда гүлін ілеміз. Ал егер менде әлі сұрақтарым бар десеңдер, онда жапырақтарын іле қойыңдар. Тамаша, барлықтарың сабақты жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. Назарларыңа көп-көп рахмет.